Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен фиалка гүлі туралы айтатын боламыз. Оның күтімі, суарылуы және қалай көбейтеміз, сол туралы айтатын боламыз. Бұл фиалканы қазақша шикіргүл деп атайды. Бұның отаны Шығыс Африка. Бұл сарқырама мен өзен жағалауларында өсетін гүл. Бұл фиалка жарықты, сосын ылғалды өте жақсы көреді. Жарық жетіспегендігін біз қалай білеміз? Жапырақтарының барлығы жоғары қарай көтеріліп тұрса, бұл гүлге жарық жетіспеген. Ал кезде осындай мына астыңғы жапырақтары төмен түсіп, үстіңгі жапырақтары былай көтеріліп тұрса, ол кезде бұл гүлге жарық жақсы жетіп, гүл жақсы өсіп тұр деген сөзді білдіреді. Енді бұл фиалкаға тікелей күннің көзі жақпайды, тек 3-4 сағат қана күн түсіп тұратын терезенің алдына қойсаңыздар, бұл фиалка өзін жақсы сезініп, осылай жақсы өсетін болады. Ал енді бұл фиалканың топырағына келетін болсақ, для фиалки деген фиалкаға арналған топырақ болады, немесе универсальный топыраққа да отырғыза берсеңіздер болады. Ішіне кішкене перлит қосу керек. Перлит ылғалды ұстап тұрады. Сосын шамалы торф қосу керек. Бірақ торф ол тез құрғататын болғандықтан, топырақты ол торфпен қосып, жай бақшаның да топырағын қосуға болады. Енді ол өздеріңізге байланысты, өздеріңіз қандай топыраққа отырғызам десеңіздер, сондай өздеріңізге ыңғайлы топыраққа отырғыза берсеңіздер болады. Енді бұл гүлді қалай суарамыз? Бұл фиалканы поддонға құйып, мынандай гүлдің поддонына құйып, астынан мынандай қайшымен қиып қойғанмын мен. Көрініп тұрса сіздерге, сол өзіне сол поддонға құйған суды тартып алып, сөйтіп су ішіп отырады. Ал егерде мына жоғарғы жақтан құятын болсаңыздар, ол кезде абайлап құйыңыздар. Мына ыдыстың жиектерінен ғана жаймен құю керек. Мына ортасына тұрған розеткаларға су кетіп қалмау керек. Егерде розеткаларға су тұрып қалатын болса, бұл гүл тез шіріп, тез солып, гүліңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да мейлінше астынан құйған дұрыс суды. Егерде горшок үлкен болатын болып жатса, ол кезде горшоктың жаңағы айтқандай жиегіне құйсаңыздар болады. Тағы да бір суару жолы, ол фитильный полив дейді, жіппен суаратын. Ол енді қысқа қарай мен ол фитильный поливпен суарғым келіп жатқан жоқ. Әлі менің гүлдерім кішкентай, сондықтан да кішкене көктемге қарай өсіп жатса, мен сол фитильный поливпен суарып, сол кезде сіздерге сол фитильный поливқа отырғызатын уақытта тағы да осындай видеоролик түсіріп сіздерге жіберетін боламын. Енді ол фитильный поливтің бір жақсы жері, уақытыңызды үнемдейсіз, бір, сосын екіншіден бұл гүл өзі су ішіп жаңағы тұра береді. Тек астындағы ыдыстағы суын қарап қойсаңыздар болды. Су азайып баратса, ысына су құйып қоясыз да, бұл фиалканы ұмытып кетесіз. Бұл өзі өсіп, өзі суарып, суын ішіп отыра беретін болады. Енді ауруына келетін болсақ, бұл фиалкаларда басқа гүлдер сияқты ауырады. Кене битімен, мошки дейді, қара майда шыбындармен ауырады. Оның жолдары бар, көптеген препараттар бар, сонымен емдеп алуларыңызға болады. Ал енді қалай көбейтеміз дейтін болсақ, фиалканы мынандай астыңғы үлкен, сосын дені сау, мынандай жапырақ алып, астыңғы жапырақтан былай қолыңызбен басып жіберсеңіздер, өзі жапырақ сынады. Бұл енді әлі кішкентай, менікі өскін. Осы жапырақтан өскен өскіндер, 3 жапырақтан, бұның аналығын мен жоғалтып алдым, өлтіріп алдым, құрғатып. Сол мына жапырақты құмға салып қойсаңыздар, бұл өзі уақытымен құрғатпай суарып тұрсаңыздар, өзі осындай жақсы өскін беретін болады. Ал енді бұның удобрениеге келетін болсақ, тыңайтқышына, мен мынандай для фиалок деген удобрение бар, сосын тағы да для цветущих деген удобрение құйсаңыздар болады, өйткені бұл гүлдейді ғой. Енді бұл фиалка менікі кішкентай, әлі өскін, бұл көктемге қарай әлі өседі. Сосын көктемге қарай өсіп, өзінің бутондарын, гүлдерін шығаратын уақытта мен тағы да видео түсіретін боламын. Осы для цветущих, для фиалок деген осындай удобрение алып, тыңайтқышпен
тыңайтып отырсаңыздар болады. Енді бұл кішкентай өскін жаңағы өсіп келе жатыр ғой. Өсіп келе жатқаннан кейін бұған мен 2 жетіде бір рет мына құмы құрғағаннан кейін жаңағы удобрение берем. Удобрениелерді ауыстырып отырам. Биогумус берем 2 жетіден кейін, одан 2 жетіден кейін аммиак берем. Ол 2 жетіден кейін тағы да перекиспен суарам. Осылай мен 2 жетіде бір рет гүлдерге сондай тыңайтқыштар беріп отырамын. Міне мен сіздерге осы фиалка гүлі туралы қалай күтеміз, қалай көбейтеміз, қалай суарамыз, сол туралы айттым. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.